Балаңыз мектепте телефон пайдалана ма? Онда штраф төлеуге дайындала беріңіз. Қазақстанда жаңа штраф пайда болды. Енді сабақ барысында телефон пайдаланған баланың ата-анасына 21.625 теңге штраф салады. Қазақстандық оқушылар енді мектепте телефон пайдаланғаны үшін ата-аналарына айыппұл салынбақ. 3-тоқсанның басталуына орай осыған ұқсас ақпараттар жиі тарап жатыр. Ал біз солардың бірін тексеріп көрдік. Білім туралы заңның 47-ші бабы 10-1 тармағы бойынша білім алушыларға оқу процесі, яғни сабақ кезінде телефон пайдалануға жол берілмейтіні рас. Дегенмен жауапкершілікке келсек, бірден айыппұл салу көзделмеген. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 409-ші бабы бойынша алдымен хаттама толтырылып, оқушының ата-анасына ескерту жасалады. Ал егер тағы да екінші рет қайталанса, 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 21.625 теңге штраф салады. Жалпы кейінгі жылдары оқушылардың сабақ барысында ұялы телефонды пайдалану біраз талқыланып, мәселені министрлік деңгейіне дейін көтерген еді. 2024 жылдың 23 ақпанында президент білім беру, тәлімгерлік және балалардың қауіпсіздігі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, заңға қол қойды. Заң бойынша бірқатар өзгерістер енгізіліп, білім туралы заңның 47-ші бабы 10-ші тармағына 10-1 жаңа тармақшасы қосылды. Енді жаңа тармақ бойынша білім беру ұйымдарында білім алушылар мен тәрбиеленушілердің оқу процесі кезінде телефонды пайдалануына жол берілмейтіні анық жазылды. Біз бұған дейін балаға сөз айтқан баланың ата-анасына айыппұл салу мәселесі жөнінде айтқанбыз. Яғни мектепте балаңыз боқтаса, сізге баланың жасына байланысты 7-ден 15 айлық есептік көрсеткішке дейін штраф салады. Ал сіз білім саласындағы бұл өзгерістерді қолдайсыз ба, әлде штраф салудың кезекті бір жолы деп ойлайсыз ба?